Сәлеметсіздер ме? Әрекетке берекет каналының сүйікті оқырмандары. Қош келдіңдер менің каналыма. Бүгін мен сіздерге Коп 700 бройлер балапандарының инкубатордан шыққаннан кейін брудерде қалай бағып жатқанымды көрсетпекшімін. Міне балапандарға жаңа бір 5 күн болып қалды. Брудердің ішіне төсеніш төсеп бағып жатырмын. Төсенішті төсейтін себебім, бұл клеткалары брудердің балапандардың аяғына үлкен. Сондықтан балапандар аяқтарын тығып алып зақымдауы мүмкін. Және де сол аяғын тыққаннан кейін ол талтақ болып қалуы мүмкін. Соны болдырмас үшін бір аптаға дейін осындай төсеніштерді төсеп отырамыз. Төсенішті әуел баста біз газеттен де жасап көрдік. Бірақ матадан және де ұнның қалған қапшықтарынан жақсы болатынын біліп, осылай төсеп жүрміз. Бұл төсеніш тек бір аптаға дейін ғана жалғасады, содан кейін алып тастаймыз. Күнде ауыстырып тұрамыз, әйтпесе балапандардың нәжісінен өткір газ шығып, ол балапандардың өздеріне үлкен зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан күнде осылай астындағы төсенішті тазартып тұрамыз. Міне балапандар дендері сап-сау жүгіріп жүр. Осындай қылып балапандардың төсеніштерін төсейміз. Айналасындағы артық шығып тұрған жіптердің барлығын астына жасырып қоямыз. Болмаса балапандар да бала сияқты әр немені тартып ойнап, оған өздері байланып қалуы мүмкін. Міне соны болдырмау үшін ешқандай артық зат қоймай, астындағы төсеніштерін өстіп төсейміз. Төсегеннен кейін оларға жем салғышқа салып жемін қоямыз. Әзір олар брудердің жем салғышынан жем жей алмайды. Мына жем салғышты қоямыз. Ішінде бройлер балапандарына арналған старт жемі комбикормы бар. Сосын суды да банкіге құйып қоямыз. Олар әзір ниппельный поилкадан іше алмайды. Осындай банкіге су құйып қоямыз. Көріп отқаныңыздай судың түсі сары. Себебі оның ішінде балапандарға керекті пропойка бар. Пропойка балапандардың ішкі құрылыстарына өте пайдалы. Міне балапандарымыз бір аптаға әзір бола қойған жоқ, 5 күндей болып қалған. Түстері сарысы кетіп ағарып келе жатыр. Көріп отқаныңыздай қанаттары да шығып келе жатыр. Дендері сау, жем суларын ішіп жүгіріп жүр. Бұл брудердің ішінде ниппельный поилка де тұр. Оны кішкене үлкейгеннен кейін, бір аптадан кейін мына суды алып, осы ниппельный поилкадан су ішеді. Менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесіде мен сіздерге пропойканың рецептін айтамын, және де брудердің қалай жұмыс жасайтынын көрсетемін. Сол туралы видео болады. Менің видеом сіздерге қызықты әрі пайдалы болды деген ойдамын. Жазылып, менің каналыма қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда әлде де көп қызықтар болады.